Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дикцияға арналған жаттығулармен бөлісемін. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олай болса, бастаймыз. Достар, дикция дегеніміз ол сөзді әрі анық, әрі нақты жеткізе білу, және де сіздің сөзіңіз бәріне түсінікті болуы қажет. Мысалға, кейбір адамдардың дикциясы нашар болғандықтан, оны біз сөйлеген сөзін түсінбей жатамыз, немесе одан қайталап сұрауға тура келеді. Егер де сіздің дикцияңыз жақсы болса, онда сізді барлығы түсіне алады. Менің ойымша, дикцияны жақсарту қазіргі таңда кез келген маманның алдындағы міндет деп ойлар едім. Өйткені сіздің дикцияңыз жақсы болса, сіз кез келген жерден жұмыс таба аласыз. Және де кейбір университеттерде негізі дикцияға арналған арнайы жаттығулар курсы бар екен. Яғни олар мамандықпен қоса жаңағы дикцияға арналған курстарды да өтіп жатады. Достар, жақында бір досым менен сұрады, яғни дикцияға арналған қандай топ 3 немесе топ 5 жаттығу бар деп. Дикцияға арналған жаттығулар өте көп. Дегенмен де ол жаттығуларды сіздер күнделікті орындамайтын болсаңыз, онда сізге ол ешқашан пайда әкелмейді. Мысал алатын болсақ, кез келген тележүргізушілер эфирге шығардан алдын олар дикцияға арналған жаттығуларды жасайды. Өйткені олар эфир барысында ешқандай қателеспей, мүдірмей, өзінің жаңалығын айтып шығу қажет. Сізде өзіңіздің дикцияңызды жақсартамын десеңіз, онда жаттығуларды күнделікті жасап тұруыңыз қажет болады. Өйткені сіздің даусыңыздың әдемі болуы сол жаттығуларға байланысты. Көп созбай, дикцияға арналған жаттығуларды бастайық. Ең қарапайым және де ең тиімді жаттығулардың бірі. Бұл жаттығуды орындау үшін бізге небәрі қалам ғана қажет болады. Біз ең алдымен қаламды аламыз және де оны ерінге салып, жаңылтпаштарды айтамыз, немесе өлең жолдарын өзіңізге таныс емес мәтінді айтсаңыз болады, немесе жай ғана сөз тіркестерін 10-15 рет қайталау қажет болады. Қайталағаннан кейін қаламды алып тастап, қайтадан жаңағы сөздерді айтып көріңіздер. Достар, бұл жаттығуды күнде жасасаңыздар болады. Және де 10-15 сөз тіркестерін қаламмен, яғни қаламды ерінге салып, тісіңізбен тістеп алып, солай жасайсыз. Ал екінші кезекте, мысалға, қаламсыз жаңағы айтқан сөздеріңізді қайтадан қайталасаңыз болады. Бұл жаттығу біздің ерніміздің және де жағымыздың жұмыс жасауына өте көп әсерін тигізеді. Сол үшін де сіздерге бұл жаттығуды күнделікті орындап тұру қажет болады. Достар, дикцияға арналған екінші жаттығудың бірі ол жаңа мәтіндерді, жаңа өлеңдерді жаттау. Неліктен? Өйткені біз жаңа сөздерді айтқан кезде қиналамыз, яғни бірінші рет айтқан кезде, екінші рет, үшінші рет айтқан кезде қиналмай қалуымыз мүмкін. Мысалға, біз өмірде түрлі күнделікті жаңа сөздерді кездестіреміз. Ол сөздерді біз айта алмай жатамыз. Егер де сіз өзіңіздің тіліңізді былайша айтқанда сындыра алсаңыз, онда сіз кез келген сөйлемді қиналмай айтып кетесіз. Ол үшін сізге шет тілдегі өлеңдерді айту қажет, жыр дастандарды оқу қажет, және тағы да басқа жаңа сөздермен танысып, мәтіндерді оқу қажет болады. Мысалға, достар, артикуляциямен қатар бұл ретте сіздер дем жаттығуында қоса алсаңыздар болады. Ол жаттығуды орындау үшін сіздер бір жыр дастан, яғни жаңа осы уақытқа дейін оқып көрмеген жыр дастанын алып, сол дастанды отырып, тұрып, жаттау, яғни отырып, тұрып айтуларыңыз қажет болады. Мысалға, сіздер дем аласыздар және де отырып, тұрып, сол демді шығару барысында сол жырдастанды соңына дейін айтып бітірулеріңіз қажет болады. Бұл біріншіден сіздің артикуляцияңызға, ал екіншіден деміңізге өз әсерін тигізетін болады. Ал достар, дикцияға арналған үшінші жаттығу бұл жаңылтпаш айту. Көбісі ойлайды, жаңылтпаш айту өте оңай ғой, ешқандай ол дикцияның жақсаруына әсер етпеуін мүмкін ғой деген секілді өте қарапайым жаттығу түрі ғой деп. Бірақтан да сіздер осы бір қарапайым жаттығуды орындау арқылы мақсатқа тез қол жеткізе аласыз. Ол үшін сізге күнделікті әртүрлі жаттығуларды айту керек. Және де ол жаттығуларды жай ғана айтып қоймай, ең алдымен сіз мысалға ақырын ғана
айтасыз. Одан кейін бара-бара, яғни уақыт өткен сайын ол жаттығуларды сіз тезірек, яғни жаңылтпаштар тезірек айтатын боласыз. Және де жаңылтпашты айту барысында сіз мүмкін жаңғақты да қолдануыңызға болады. Яғни кішігірім жаңғақты алып, өзіңіздің екі ұртыңызға дейді ғой, екі нажағыңызға бір жаңғақ, яғни оң жаққа және сол жаққа бір-бір жаңғақтан, енді қатты үлкен болмасын, өзіңіздің ерніңізге қарай, ауыз көзіңізге қарай кішілеу жаңғақтарды алып, осында салып, жаңылтпаш айтсаңыз болады. Яғни сонда ғана ол жаңылтпаш тиімді болуы мүмкін, және де сіздің артикуляцияңызға өте үлкен көмегін тигізеді. Достар, бүгінгі айтылған жаттығуларды орындап көргеннен кейін өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.